Саламатсыздар ма менің гүлсегіш каналыма жазылушы достарым. Енді сіздерге өткен жолда мен түсірген гибискус гүлін тұқымнан ектік қой, соның жалғасы. Енді гибискус қазір сол кезде мен 5 августте еккен, сіздерге мен нешесінде 9-ында түсірдім бе? 8 августте да? 8 августте түсіріп көрсеттім, 4-5 күнде осындай тұқым шыққанын. Енді қазір содан кейін бүгін 14 еді. 6 күндей, 5-6 күндей уақыт өтті. Міне 5-6 күнде мынандай болды. 5-6 күнде китайский гибискус мынандай болды. Алиэкспресстен алған, тағы да екіншісін көрсеттім ғой сіздерге, ол вообще шықпай қалды. Но тұқымнан еккен, кәдімгі пакеттегі тұқымнан еккен. Так, неше штук мұнда? 5 штук. 5 штук. 5 штуктан тек қана біреу шығып тұр. Енді қалған шығама шықпай ма белгісіз. Осыны қазір пикировка жасайық та. Пикировка және бұны бөлек ыдысқа отырғызайық. Әдеттегідей керамзит түбіне мына пенопластығы қалтқы саламыз. Қалтқы салып гибискусты енді пикировка жасауымыз керек. Ары қарай өсіп кету үшін уже тамыры алып жатыр. Содан кейін удобрениесін құйып ары қарай өсіреміз. Сол кезде тағы түсірерміз. Апта сайын түсірем деп сіздерге көрсеттім. Бірге гүлдегенше, қашан өсіп кеткенше видеоға түсіріп, қазір міне 5-інде еккен гибискус бүгін 14-те 9 күнде осындай уже почти 3-ші жапырақ беріп жатыр ма? 3-ші жапырақ беріп жатыр. Ол уже өсіп жатыр, уже отырғызуға дайын. Отырғызуға дайын. Соны сіздермен бірге отырғызамыз. Так, қалай аламыз? Тамырын бүлдіріп алмай. Міне. Мына фитильный полифтің жібі. Жіптің үстіне шығып тұрған жоқ па? Да? Жіпке өтіп кетіпті. Көріп тұрсыздар. Жіпке өтіп кеткен. Өте керемет тамыры шығып, гибискус өскен. Именно со шүберектің үстіне өсіпті. Именно шүберектің үстіне өсіпті. Керемет тамыры бар. Көрініп тұр ғой, да? Енді отырғызамыз. Азғантай тамыры қалып кетті. Алып кетсе, алып кетеді, алып кетпесе, значит, қате жібердік бір жерден. Ну, попробуем. Ортасына қарай. Суын құйып, удобрениесін құйып, вроде тамырымен алдық, бірақ ана фитильный полив жөнінде айттым ғой сіздерге. Именно сол ана капрон жіптің үстіне шығып, тамыр соған бітіп тұр ғой. Ештеңе етпес, тамыры сау болса, алып кету керек. Егер алып кетпесе, онда бір жерден қателестік. Ол гүл отырғызып, гүл өсіруде оңай зат емес. Так, суын құямыз. Отырады ортасына. Гибискус деген өзі бір жақсы гүл. Гүлі әдемі, крупный, ірі. Жарық жерді жақсы көреді. Жарық жерді жақсы көреді бұл.
айына 2 рет удобрениесін құйып тұрамыз. Ол туралы тағы да айтамыз. Мен мынандай прозрачный ыдысқа егіп отырмын. Өз соны жақсы көремін, себебі тамырланған тамырын көріп отырғым келді сыртынан. Тамырланған. Деп егіп қоямыз. Енді апта сайын түсіріп тағы да көрсетем. Не жағдай болып отырғанын. Пикировка деген осы міне пикировать етіп, отдельно кашубке ектік. Так, сол кезде геранды түсірдік, герань пеларгония. Енді пеларгонияны қарайық. 5 штук 7 августте. Сол кезде бір күн бір нәрсе шығып жатырды ғой, көрсеттім сіздерге де. Бір суткада ештеңе бола қоймас деп естеріңізде болса, міне біреуі ғана берген екен. Бұның түбінде тесігі жоқ, бірақ суды аздап құйып, дымқылдылықты ұстап тұрамыз. Қалғаны өсе берсін. Оны жауып қоямыз. Енді бір аптадан кейін кездескенше сау болыңыздар.